Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге қошан даярлайтын боламыз, яғни қуырылған манты. Өте дәмді болып шығады, ерекше тағам. Жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Салмасы осындай мол, іші өте сочный болады. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен ұнымызды алып, бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Біраз қасық майонезімізді, жарты шай қасық аштығымызды, 1,5 шай қасық тұзымызды, 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Қамырымызды араластырып аламыз. Және де 450 мг мөлшерінде жылы суымызды біртіндеп құя отырып, қамырымызды елеп аламыз. Қамырымызды толықтай біріктіріп алғаннан кейін бізде видеодағыдай қатты қамыр шығады. Осы қамырды 10 минуттай иі қанғанша иін қандырып, қайтарып илейміз. 10 минут шамасында қайтарып илегеннен кейін қамырымыз кішкене жұмсарады. Осы қамырымызды бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды алып, бір қайтарып илейміз және де 10 минутқа тағы да қалдырамыз. Салмасын дайындап аламыз. Салмасын қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Менде бұл жерде капуста, пияз, ішкі май және де тартылған ет. Салмасы сочный болу үшін ең алдымен қара бұршымызды және тұзымызды пияздың үстіне қосамыз. Жақсылап араластырып алып, қалған салманы сосын барып араластырамыз. Салмасын дайындап алғаннан кейін қамырымызды алып, нан тақтайымызда бетін бір басып өтеміз және де видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Барлығын кесіп алғаннан кейін қамырымыздың бір бөлігін алып, видеода көрсетілгендей етіп қолымызбен жаямыз. Және де 33 грамнан қамырларымызды бөліп аламыз. Дөңгелектеп бір ыдысымызға салып, бетін жауып қоямыз, кеуіп кетпес үшін. Барлық қамырларымызды осылай дөңгелектеп дайындап аламыз. Нан тақтайымызға ұнымызды сеуіп, дөңгелектенген қамырымызды алып, кішкене ғана ұнға маламыз. Өте көп ұн қосудың қажеті жоқ. Қамырларымызды қатты жұқа, қатты қалың етпей, орташа етіп жайып аламыз. Біраз қасық мөлшерінде қамырыңыздың көлеміне қарай толтырып салмасын саламыз. Және де видеода көрсетілгендей етіп, біртіндеп бүгіп шығамыз. Арасын жиығып алсаңыз, узоры әдемі болып көрінеді. Өздеріңіз қалаған бүгу әдісін қолдансаңыздар да болады. Ең бастысы қамырымызды осылай жабық етіп бүксек болды. Қуыру барысында бізде ашылып кетпес үшін. Тағы қайталап бір қамырды бүгу әдісін көрсетемін. Алдын ала дайындалған мантыларымыз осылай кішкене үлкейеді. Шұңғылдау ыдысымызға майымызды құйып қыздырамыз. Және де бүгілген жағын төменге қаратып, мантыларымызды қуырып аламыз. Мантыларымызды баяу отта қуырамыз. Кішкене ғана сарғайтып қуырып алсақ болды, сол жеткілікті. Майда құйған кезде өте көп қоятын болсаңыз, мантыларыңыз айналып кетеді және де дұрыс піспейді. Аз қоятын болсаңыздар, мантыларыңыздың бір жақ беті күйіп кетуі мүмкін. Қуыру кезінде майымыз шашырайды. Фольга жапсаңыздар болады бетіне, немесе осылай ашық күйде жай отта пісіресіздер.
егерде қақпағын жабатын болсаңыздар, беті суланып, одан сайын май шашырайды. Манты қазанымызға астын майламай осылай орналастырып аламыз. 45 минутта пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, каналға жазылыңыздар.